Сәлеметсіз бе, құрметті білім алушылар? Бүгінгі 3-ші дәрісіміздің тақырыбы күн радиациясы. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші сұрақ: күн табиғат үрдісінің энергия көзі. Екінші сұрағымыз: радиациялық тепе-теңдік және оның құрамдары. Үшінші сұрақ: күн радиациясының спектральдық құрамы және күн радиациясының ауыл шаруашылығына әсері. Күн радиациясы жер беті мен атмосферада көптеген табиғи процестер үшін энергия көзі болып табылады және климаттың пайда болуының басты факторы. Ол жердегі тіршіліктің көзі, адамның өмірі мен күн сәулесі энергиясын өзара байланыстыратын дәнекер жасыл өсімдіктер болып саналады. Олар күн энергиясын фотосинтез нәтижесінде органикалық заттарға айналдырады, ал органикалық заттар барлық тірі организмдердің қоректенуінің негізгі көзі болып табылады. Күн сәулесі өсімдіктер мен жануарлар тіршілік үшін басты фактор. Сондықтан тірі организмдер күн радиациясының қарқынды өзгеруін, оның спектральдық құрамын, күннің ұзақтығын күшті қабылдағыш келеді. Күн радиациясы өсімдіктің химиялық құрамына әсер етеді. Мысалы, жүзім мен қызылшаның қанттылығы, бидай дәнінің құрамындағы белок мөлшері күннің ұзақтығына тығыз байланысты. Күн қызған газды шар. Оның көлемі жер көлемінен 1.300.000 есе үлкен. Күн радиациясы ағынның күші халықаралық жүйеде ватт метр шаршы метрге қайттан бастайын. Күн қызған газды шар. Оның көлемі жер көлемінен 1.300.000 есе үлкен. Күн радиациясы ағынның күші халықаралық жүйеде 1 шаршы метрде ваттпен өлшенеді. Метеорологияда мынадай өлшемдер бірліктер пайдаланылады. Мысалы, калория 1 шаршы сантиметрде 1 минутта калория болып есептеледі. Атмосфераның жоғарғы шекарасында күн радиациясының келіп түсу саны 1382 ватт шаршы метрге тең. Мұны күннің тұрақты шамасы деп атайды. Атмосферада күн радиациясының 3 түрлі ағыны болады: тіке, шашыранды және шағылысқан. Атмосферадағы сәулелі энергия ағымдарын зерттейтін метеорологияның бөлімін актинометрия деп атайды. Құрамында хлорофилл бар жасыл өсімдіктер сәулелік энергияның көмегімен органикалық заттарды құруға және сақтауға қабілетті. Сондықтан өнімнің қалыптасуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар өсімдіктің сіңірілген сәулелік энергиясының бір бөлігі тыныс алуға, транспирацияға, витаминдер, ферменттер және хлорофилл синтезіне, жасушалар мен мүшелердегі заттардың қозғалысына, саңылаулардың қозғалысына және басқа физиологиялық және биохимиялық процестерге жұмсалады. Күн радиациясының өсімдікке әсерін 3 аспект бойынша қарастыруға болады. Ол жарық сапасы, ол спектральдық құрамы, жарық мөлшері және жарық ұзақтығы. Сәулелену әртүрлі ұзындықтағы электромагниттік толқындардан тұрады. Оны гамма деп жазылғанда ол гамма деп аталады. Фотосинтез процесінде күн радиациясының барлық спектрлі қолданылмайды. Тек оның толқыны ұзындығы 0,138 және 0,171 микрометр аралығында немесе 380-780 нанометр аралығындағы бөлікті пайдаланылады. Оны фотосинтетикалық белсенді радиация деп атайды. Бұл өсімдіктер фотосинтезі және даму үшін қолданылатын жарық түрі. Фотосинтезге қатысатын ең көп таралған өсімдіктің пигментті хлорофилл және көк және қызыл жарықты тиімді сіңіреді. Сондықтан жасыл жарықтың көп бөлігі өсімдіктерге сіңбейді және шағылысады. Бұл жапырақтарға ерекше жасыл түс береді. Күн радиациясы әртүрлі ұзындықтағы электромагниттік толқындардан тұрады. Си жүйесінде микрон орнына микрометр, миллимикронға нанометр деп қолданылады.
сәулелену энергиясының толқын ұзындығы бойынша бөлінуі спектр деп атайды. Мысалы, күн спектрі 3-ке бөлінеді. Ол ультракүлгін және көрінетін спектр және инфрақызыл спектр болып саналады. Атмосфераның жоғарғы шекарасында күн радиациясынан келіп түсетін спектрді 46% көрінетін үлесіне, 47% инфрақызылға және 7%-ға ультракүлгінге жатқызады. Спектрдің көрінетін бөлігі жарық шығарады. Призма арқылы өткенде күн жарығы түрлі түсті сәулелерге ыдырайды. Келесі ретпен толқын ұзындығының әлсіреуі бойынша орналасады. Мысалы, қызыл, қызғылт, сары, жасыл, көк, көгілдір, сиякөк. Бұл сәулелердің біріккен қозғалысы адам көзіне ақ түсті ретінде қабылданады. Инфрақызыл сәулелер көрінбейді. Олар жылу эффектісін шығарады. Күн ресурсы атмосфера арқылы өткенде атмосферадағы жұтылған және шашыраған газдар мен аэрозольдар арқылы әлсірейді. Мұнымен бірге оның спектральдық құрамы да өзгереді. Актинометрияда күн, жер және атмосфералық сәулеленуді зерттейтін метеорология бөлімі сәулелік энергия немесе радиация әдетте ағымдарға бөлінеді. Ол деген тікелей күн радиациясы, шашыраңқы күн радиациясы, жиынтық күн радиациясы, шағылысқан күн радиациясы, жердің меншікті сәулеленуі және атмосфераның қарсы сәулеленуі. Сандық сәулелену энергиясы уақыт бірлігіне келетін сәулелену ағынымен сипатталады. Сәулелік энергияның ағынның қуатын сипаттайтын шама деп аталады. Шашыраңқы күн радиациясы атмосферада шашырап, бұлттардан шағылысқаннан кейін жер бетіне түсетін күн радиациясының бір бөлігі шашыраңқы күн радиациясы деп аталады. Күн неғұрлым жоғары болса және атмосфераның ластануы соғұрлым көп болса, шашыраңқы радиацияның келуі соғұрлым көп болады. Шашыраңқы радиацияның бұлтта тәуелділігі күрделі бұлттардың түрі мен санымен, олардың тік қуатымен және оптикалық қасиеттерімен анықталады. Келесі шағылысқан күн радиациясы. Альбедо жер бетіне жартылай шағылысқан жалпы радиация жер бетінің атмосфераға бағытталған шағылысқан күн радиациясын жасайды. Шағылысқан радиацияның мәні көбінесе шағылысатын беттің қасиеттері мен күйіне байланысты болады. Мысалы, түсі, кедір-бұдыр, ылғалдылық және тағы да басқа сипаттамалары. Кез келген беттің шағылысу қабілетінің оның альбедо мөлшерімен сипаттауға болады. Ол арқылы шағылысқан күн радиациясының жиынтыққа қатынасымен түсіндіріледі. Альбедо әдетте пайызбен көрсетіледі. Метеостанция желісіндегі және далалық бақылаулардағы сәулелік энергия ағындардың қарқындылығын өлшеу үшін термоэлектрлік құрылғылар кеңінен қолданылады. Тікелей күн радиациясын М3 актинометрмен өлшенеді. Қабылдау беті күн сәулелеріне перпендикуляр орнатылады. Жалпы шашыраңқы және шағылысқан радиацияның қарқындылығын М80 М пиронометрмен өлшенеді. Ал қабылдау бөлігі көлденеңсіз жоғары орналасқан кезде, көлеңкелеген кезде, оны төмен қарай ПРК бағыттайды. Белсенді беткейдің радиациялық тепе-теңдігін М балансомермен өлшенеді. Қабылдау беткейлерінің термиялық батареяларында пайда болатын тоқ күші радиация ағымдарының қарқындылығына пропорционалды, оны бағыттаушы гальванометрмен өлшейді. Табиғи жарықты, сондай-ақ қыздыру шамдарды мен флуоресцентті лампалар шығаратын әрекетті люксметрмен өлшенеді. Күн сәулесінің ұзақтығы, яғни күн дискісі бұлтпен жабылмаған уақыттағы аралықтарды ГУ1 гелиографымен жазылады. Шыны шар оған түсетін күн сәулелерін фокусқа жинайды. Арнайы қағаз таспадағы күйік немесе күйік іздері күн сәулесінің сағаттарын көрсетеді. Осымен бүгінгі дәрісімізде
күн сәулесінің түрлерімен және күн сәулесінің өлшейтін құрал аспаптарымен таныстық. Келесі слайдымызда бақылау сұрақтары берілген. Сол сұрақтарға жауап беруіңіз сұралады.